Қазіргі таңда білесіздер, жол саласы, құрылыс саласы дәнекерлеу мамандарының иесінсіз бітпейді. Сол себепті бір күн бір кәсіп бағдарламасы аясында Дастан ағамыздың дәнекерлеу цехына келіп, өзіміздің осы жердегі мамандардың бір күндік өмірімен таныссақ. Ассалаумағалейкум. Ал рахмет, жұмыстың арасында сұхбат беруге уақыт бөлгеніңе. Жалпы дәнекерлеу ісі қызық мамандық қой. Осы өзіңіз жайлы жалпы қысқаша мәлімет берсеңіз. Мен Ілияс Дулат Сапарханұлы, дәнекерлеу ісі бойынша жұмыс жасаймын. Мен нөмір 18 колледж түлегімін. Осы дәнекерлеу жұмысымен айналысып жатқан 12 жылдай болды. Дәнекерлеу ісінің жалпы ерекшелігі неде? Қиындықтары қандай? Қиындығы енді бұл тапсырысты алғаннан кейін күннің ыстығына да суығына да қарамаймыз. Жұмысты әрі сапалы, әрі тиянақты, уақытылы тапсыруға орындауға тырысамыз. Техника қауіпсіздігін қатаң түрде сақтау керек. Бұл темір балқыған кезде 4000 градусты балқиды. Бұл адам денсаулығына өте қауіпті. Сол үшін арнайы киімдерді киіп жұмыс жасаймыз. Өзіңіз секілді арнайы киімдермен ғана жұмысты жүзеге асырамыз. Қазіргі таңда қандай жұмыс жүзеге асырылып жатыр? Қазір бұл ішіне дыбыс оқшаулағыш материалдар салынады. Сосын артынан материалдар тастаймыз. Дәнекерлеудің қандай түрі қолданылады сіздерде? Бізде дәнекерлеу аппараты жартылай автомат түрінде сондай қолданамыз. Енді өзіңіз іс жүзінде бізге көрсетсеңіз, жаңағыдай жасап жатқан жұмысыңыздың нәтижесін. Енді мамандығыңызға қазіргі таңда қызығып тұрған жайым бар. Өз қолыммен істеп көрсем, рұқсат берсеңіз. Енді арнайы өрде қолғаптарын киіп, арнайы қауіпсіздік ережесін сақтап, масканы киіп, әр мамандық өз есімен қызық дейді ғой, сол сияқты. Қақпа дайындау жұмыстарын көрдік. Енді келесі кезекте қоршау жұмыстарын жүргізуге цехтың сол жақ қанатына өтсек, сол жақтың жұмысымен таныссақ. Ассалаумағалейкум, Алтынбек бауырым. Жұмыс арасында сұхбат беруге келіскеніңе рахмет. Сіздегі жұмыстар өзіңіздің жалпы өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет берсеңіз, одан кейін жұмысыңызбен таныстырсаңыз. Мен есімім Алтынбек, осы жерде дәнекерлеу істеймін. Осы ферманы дайындап, классикке дайындап беру менің міндетім. Бояуға дайындау жұмыстары сіздің қызметіңіз. Енді жалпы осы жұмыстың қиыншылығы неде? Өрде қандай, нені қажет етеді жұмыста? Бұл жерде қиыншылық, ферманың қиыншылығы диагоналы, высотасы, өлшемдерде болып тұр ғой. Өлшемдер дұрыс болмаған жағдайда, бұл жерде жаңағыдай фермамыз өзінің керек өлшемінде шықпай, қисық шығатын жайы бар десеңіз. Өзінің жұмысымен бізді таныстырсаң, қызығып тұрған жайымыз бар, кән өзінің жұмысыңыз көрсетсеңіз. Енді кезекті жұмыс барысымен танысу үшін келесі цехқа өтсек, өзіңіз ары қарай таныстырсаңыз. Жаңағы айтқандай іштен дәнекерлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін мына жерге сыртта бояу жұмыстары жүргізіледі. Мынау бірінші реттік бояу тот баспау үшін, ал бұдан соң яғни шірімеу үшін, мынандай краскілер клиенттің қалауымен кез келген түс бойынша бояп бересіз. Бояу түстерін бояп береміз. Одан кейін жан-жағына қарасам, әртүрлі қақпалардың орналасқан түрі бар. Адамдардың, халықтың қалауымен түрлі түсті қақпаларымыз халықтың қалауымен жасап береміз. Халықтың қалтасына сай бағада жасап беріп жатқан жайымыз бар. Енді не дейміз, істеріңізге сәттілік, әрдайым қолдарыңыздан бал тамған маман иесіздер ғой. Сіздерсіз ешқандай тірлік болмайды. Қазіргі таңда дәнекерлеу ісі өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Жастарға не айтасыздар өзіңіз? Жастарға не айтамыз? Өз маман иесі болып қалыптасуына жету керек. Не дейді анау Абай атамыз айтқандай,
сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан дейді ғой. Иә. Сол сияқты мынау әр маман өзінің иесіне ұқыпты қараса, біздің алмайтын қамалымыз жоқ. Дұрыс қой. Сізге үлкен рахмет сұхбат бергеніңізге. Жақсы.